Құрметті оқушылар, мақал сөздің азығы жұмбақ ойының қазығы яғни мақал мақсаты мақал түрлеріне қатыстыру, ата-бабамыздан қалған өсиет сөздер арқылы адамгершілікке, ойын нақты жеткізуге, сақтық сөздерге үйрету. Яғни балалар өміріміз сендермен мақал мәтел айтып жарысамыз, бір-бірімізге жұмбақ жасырып жарысамыз. Яғни әр топ қай топ жеңеді, сол топ жеңіске жетеді. Әртүрлі мақалдар айтамыз, жұмбақтар жасырамыз. Енді бірінші біз сайысымызды бастамас бұрын біз сендермен топқа бөлініп алайық. Бәріміз ортаға келеміз. Ас бойынша 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ алшы тобы барады, алшы топ барабында, бірінші топ барабы, жамбылап алшы. Бірінші топ барабы. Екінші топ көк, екінші топ көк. Келау, Медина. Келау, екінші топқа. Келау. Барамыз, отырмыз. Енді үшінші топымыз үшінші алдында қимақ қағаздар. Бұл жерде суреттер жұмбақтар жасырылған. Мен осы үш топқа беремін. Сендер осы суреттерді құрастыру арқылы жұмбақтың жауабын естен бересіңдер. Қабыл керек. Міне, бірінші топ көк тобы. Екінші топ. Міне, алшы тобы құрастырасыздар сіздер. Сіздер үшінші тобы суретті құрастырып жұмбақтың жауабын табасыздар. Алып кеттік. Жылдам. Қай топ дайын болса шапалақтаймыз. Қай топ дайын болады шапалақтаймыз. Қай топ бірінші, екінші, алшы тобы дайын, үшінші тобы дайын. Бірінші. Көзін ашады, әлемге тұрып, шашады. Жақсы. Келесі. Күнде оған қарай ма? Қара шашты. Айна мен қара, айна мен сара. Жақсы, балалар өте жақсы. Енді балалар біз ендігі жұмбақты оқимыз. Ал енді балалар кезегімізде, үшінші сайысымызда біз сендермен мақал мәтел айтып не істейміз? Ағатау, аузын мұны зағатау. Отанды сүю отбасынан басталады. Өзге елге сұлтан болғанда, өз жерімде отан бол. Мен ексем, соны орасып, мал баққанға дейін біздері. Мені өткен жерден кім өтеді? Бала тілі бал. Жақсыдан еген, жаманнан шірен. Болар келдің баласы. Бірін атын өлі. Жалғыз өні шықпас, жайырың шаны шықпас. Балалар біз сендермен мақал мәтел айтып, жұмбақтар жасырдық. Енді біз сендердің ата-аналарымен ойын ойнаймыз. Менің қолымда тұрған дадақайын, осының ар жағында әр бөлігінде, біреуінде мақал, біреуінде жұмбақты жазып, жұмбақты жасырған болса, жұмбақты табасыз. Мақалды жалғастым. Нан бар жерде ән де бар. Балалар, қошемет қоямыз. Іші мұздап, ұштап, дірілдейді бір шкаф.